Қайырлы күн, қадірлі көрермен, Асхана әлеміне қош келдіңіз. Бүгін кезекті видеомда мен сіздерге тағы да бір тез және оңай дайындалатын тағамның түрін көрсететін боламын. Менің каналымда ондай рецепттер көп. Каналыма кірсеңіз, әртүрлі самса, пирожки, манты, вареники рецепттерін көресіз. Және әртүрлі қамырлардың дайындалу процесін көретін боласыз. Видеоның соңына дейін қарасаңыз, барлық рецепттер толығымен жазылып тұрады. Сондықтан видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ендеше жаңағы тез және оңай дайындалатын тағамымызға көшеміз. Менімен бірге болыңыздар асхана әлемінде. Бастаймын. Бүгінгі асымызға керек заттар міне 600 грамм ұн, 85 граммдай 80-85 грамм маргарин, бір жұмыртқа былай жарып дайындап алдым. 2-3 қасық қаймақ, қалып кеткен қаймақ бар екен үйде. 250 мл сүт, 1 қасық тұз, 1 қасық қант, 1 шай қасық ашытқы. Бәрі шай қасықпен бір-біреуден. Әдеттегідей ортаны ашып аламыз да, кеңдеу ыдысқа қамырымызды илейміз. Сүтті жылтып алдым. Ашытқы салатын болғандықтан бізге сүттің жылы болғаны керек. Кеңдеу ыдысымызды қойып аламыз. Жылтып алдым сүтті 250 мл. Қантымызды саламыз, 1 шай қасық. Тұзды саламыз, 1 шай қасық. Араластырып ертіп қоямыз. Ерідау дегенде, 1 шай қасық ашытқымызды салып жібереміз. Араластырып жібереміз де 1-2 минут күтеміз. Ашытқымыздың жұмыс істеп жатқанын анықтауымыз керек. Маргаринді ертіп аламыз. Міне, ашытқымыз көтерілді. Осылай бетіне шапқа болып көтерілу керек. Енді ары қарай жалғастырамыз жұмысымызды. Енді мына қаймағымызды саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Араластырып жібереміз. Жайлап ыстық болғандықтан шетіне былай айналдыра. Ашытқымыз өліп қалмау керек, себебі ыстық температурада ашытқымыз жұмыс істемей қалуы мүмкін. Осылай құйып шықтық. Мұны да жақсылап араластырып жібереміз. Барлық қоспаларымызды қосып алдық. Енді жайлап ұнымызды салып араластырып бастаймыз. Ары қарай қолмен жалғастырамыз. Басын біріктіріп алдық. Енді ыдысымыздан түсіреміз столдың бетіне. ұн себелеп отырып илейтін боламыз. Осылай ұн себелеп отырып, қамырымыздың июін қандырып аламыз.
Міне қамырымыз илеп болдық. Енді өзінің ыдысына салып, бетін жауып, бір 50 минутқа жылы жерге қоямыз. Енді қамырымыз көтерілгенше біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін маған міне осындай 300 грамм сыр қажет, 200 граммдай қайнатылған шұжық керек, докторская колбаса, және осындай 2 дана помидор. Және мынандай бір емес, бір жартысы, осының жартысы болса да жетеді. Аскөк. Енді қаламасаңыздар, аскөкті қоспай қойсаңыздар да болады. Мен енді аздап витамин ғой, көктем ғой, витамин керек қой деп қосайын деп отырмын. Міне осы заттардан салма дайындайтын боламын. Шұжығымызды турап аламыз. Енді бұларды 4-ке бөліп аламыз. Осылай бірінің үстіне бірін қоямыз да. Бұлай және бұлай. Сонда осындай дөңгелектің 4-тен бірі болып шыға келеді. Осындай бөліктер. Помидорларымызды да соған ұқсас етіп турап аламыз. Енді мына аскөгімізді турап аламыз. Енді біздің сырымыз қалды. Бұл сырды біз үкіштің ірі жағынан өткіземіз. Мына ірі жағынан өткізіп дайындап аламыз. Міне сырды да өткізіп алдық. Енді қамырымыздың көтерілгенін күтеміз. Барлық керек заттарымыз дайын. Қамырымыз көтеріліп жатыр. Тағы да бір 15-20 минуттан кейін дайын болады қамырымыз. Міне қамырымыз көтерілді, 50 минутымыз өтті. Қамырымыз қатты көтерілген жоқ, міне орташа. 2 есе көтерілген жоқ, но бірақ көтерілді, міне жақсы. Былқылдап тұр. Енді біз қамырымызды столдың бетіне түсіреміз де, бөліктер, кішкентай бөліктерге бөлеміз. Илеп жібереміз. Көз мөлшермен жобалап бөле береміз. Енді осындай домалақ күлшелер жасаймыз. Егер қолымызға жабысатын болса, осылай майлап отырамыз.
10 минут өтті. Енді біреулеп алып жайып бастаймыз. Қамырымыз әдемі болды. Жақсы оңай жайылып жатыр. Осылай бәрін жайып аламыз. Міне осындай жұқалықта. Міне, мынандай болып пиццаларымыз пісті. Міне, асты да таза пісті, әдемі. Қазір жеп дәмін көретін боламыз. Мен немерелерім күтіп отыр. Дәмін көреміз деп. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Тіркелмесеңіз тіркеліп кетіңіз менің каналыма.